Саламатсыздар құрметті көрермендер. Осы видеода біз білім инновация лицейдің емтиханға дайындаламыз. Емтиханда нақты сондай сұрақтар болмайды, бірақ сондай есептер келуі мүмкін емтиханда. Бірінші есептен бастайық. Берілген бөлшектердің ең үлкен және ең кішкентай сандарының айырымы нешеге тең? Ең алдымен біз ең үлкен және ең кішкентай бөлшекті анықтау керекпіз. Бірақ оны табу үшін біз ортақ бөлгішті табайық. Ортақ бөлгіш мұқият қарасақ бізде болады 16. Яғни бізде барлық бөлшектерде астында 16 болу керек. Ол үшін біз 4-тен 3-ті 4-ке көбейтеміз, 8-ден 7-ні 2-ке көбейтеміз, 2-тен 1-ді 8-ге көбейтеміз. Енді біраз ыңғайлы болып кетті. Мұнда қарасақ, ең үлкен бізде болады 16-тан 14, ал ең кішкене бізде болады 16-тан 8. Енді азайтамыз оларды. 14-ті 8-ге азайтамыз. Бізде болады 6. Сонда бізде жауап болады 16-тан 6. Оларды қысқарту керек. 2-ге қысқартамыз. 6-ны 2-ге қысқартсақ бізде 3 болады. 16-ны 2-ге қысқартсақ бізде шығады 8. Сонда бізде болады 8-ден 3. Жауабы А. Ал енді өрнектің мәнін табайық. Ең бірінші біз осы бөлшекті модульден шығарамыз, бірақ оны басқаша жазайық. Ол үшін 4-ні 3-ке көбейтеміз, бізде шығады 12, сосын 12-ні 2-ге қосамыз. Так, сонда бізде шығады үстінде 14, астында 3 минус. Теріс санды модульден шығарсақ бізде 10 сан шығады. Сол үшін бізде болады 3-тен 14. Сосын біз көбейтуін шығару керекпіз. 7-тен 3-ке көбейтеміз. 3-те 3 бізге қысқартады. Сосын 7 мен 14 қысқартылады. Шығады 2. Мұнда 1, 1, 1. Сонда бізде 2 шығады. Бізде қалады 2 минус модулінің ішінде минус 2. Теріс сан бізде модулі 10 сан болып айналдырады. Сол үшін бізде болады 2 минус 2. Сонда тең шығады 0. Жауабы бізде болады А. Ал енді үшінші есепке көшейік. Катер 18 км сағат меншікті жылдамдығымен бірінші айлақтан екінші айлаққа 9 сағатта барып қайтты. Егер ағысының жылдамдығы 2 км сағат болса, онда екі айлақтың арасы неше километр? Так, енді қарайық. Не бізде қашықтық бар. Мысалы, міне А-дан Б-ға барады, сосын Б-дан ол А-ға барады. Так, енді қарасақ, бізде толық уақыты 9 сағат болады. Катердің жылдамдығы 18 километр В катер. Ал ағыстың жылдамдығы бізде болады 2 км сағатына. Сонда біз қашықтықты білмейміз. Сосын біз А-дан Б-ға неше уақыт барғаны екенін білмейміз. Т1 білмейміз. Сосын Б-дан А-ға неше уақыт алғанын екенін де білмейміз. Так, сосын бізде подвох бар ағыста. Өйткені қарасақ, мысалы, А-дан Б-ға барса катер, ол 20 км жылдамдығымен барған. Неге? Себебі біз катердің жылдамдығына ағыстың жылдамдығы қосамыз. Өйткені олар бір направленияда болған. Ал егер Б-дан А-ға барса, бізде 16 км шығады. Өйткені катер ағысқа қарсы барды. Енді мынау есепті шығару үшін біз теңдеуді шығару керекпіз. Ол үшін Т1-ді біз қалай жаза аламыз? Вообще негізі уақытты қалай табамыз? Біз уақытты табу үшін, мысалы, бізде қашықтық 160 км болса, ал көліктің жылдамдығы мысалы 80 км сағатына болса, сонда ол осы қашықтықты неше уақытта өтеді? Обычно біз қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз, сонда бізде уақыты шығады. Так, мынау жағдайда бізде 2 шықты, бұл бізде 2 сағат. Дұрыс қой бәрі? Так, сол принципті мұнда да қолданамыз. Біз қашықтықтан 20 километрді аламыз. Өйткені біз А-дан Б-ға барғанда, біз ағыспен бірге барамыз, сол үшін бізде 20 км сағатына болады. Ал енді Т2-ні табу үшін біз қашықтықтан 16-ны аламыз. Өйткені ағысқа қарсы барды. Сонда біз Т1-ді, Т2-ні осылай жаздық. Әрі қарай біз осылай жаза аламыз. Т1-ді
және Т2-ні қоссақ, бізде толық уақыт шығады ғой. 9 бізде толық уақыт болды. Осы мәндердің орнына біз осы мәндерді, осы бөлшектерді қоямыз. Так, Т1-дің орнына 20-дан S, Т2-ның орнына S бөлінген 16, ал Т-ның орнына 9 қоя аламыз. Енді ортақ бөлгіш табайық. Бізде мұнда болады 80, ең кішкентайы. Сол үшін мынаны 4-ке көбейтеміз, мынаны 5-ке көбейтеміз. Так, сонда бізде шығады 4S қосу 5S, мұнда бөлінген 80, мұнда бөлінген 80, тен 9. 4S қосу 5S бізде болады 9S, бөлінген 80. Так, ал мұнда тен 9 болады. Сосын 80-ді 10 жаққа лақтыра аламыз. Көбейту ретінде көбейтсек, так, 9-ды 8-ге көбейсек бізде болады 72, 0-ді қосақ бізде болады 720. 9-ды 10 жаққа лақтырамыз бөлу ретінде, сонда 720-ны 9-ға бөлсек, қайтадан бізде болады S-тен 80. Сонда қашықтық бізде шығады 80. Так, жауабы бізде болады С. Келесі есеп, X бізде тақ натурал сан, ал Y бізде жұп натурал сан. Жауаптардың қайсысы тақ натурал сан? Осындай есептерді шығару үшін біз тақ санды, мысалы ең кішкене тақ сан бізде болады 1, ал ең кішкене жұп сан бізде болады 2. Солай біз жауаптардың орнына осы сандарды қоя аламыз. Сонда бізде бір жауаптарда бізде тақ сан шығу керек. Бір бізде X, 2 бізде Y. Сонда мынау бірінші адам бастайық. X-ның орнына 1 қоямыз. Сонда бізде болады 2 көбейту 1 қосу 3 көбейтілген 2. Мұнда бізде шығады 2, мұнда шығады 6. 2 қосу 6 бізде болады 8. Бұл бізде жұп сан, сол үшін осы жауап бізге келмейді. D-ны қарайық, мысалы 2 жақшаның ішінде 1, так, қосу 3 көбейтілген 2. Мұнда бізде болады, мұнда шығады 6. 6 қосу 1 бізде болады 7. Сонда 7-ні 2-ке көбейтсек, бізде болады 14. Тоже бізге келмейді. Ені қарасақ, 3 көбейту 1 қосу 2 көбейту 2. Мұнда бізде болады 3. Мұнда бізде болады 4. 3-ті 4-ке қоссақ, бізде болады 7. Бұл бізде тақ натурал сан болады. Сол үшін Е жауабы бізге келеді. Так, келесі есеп, X-ін мәнін табуға керек. Негізі бұл есепті шығаруға болады, бірақ ол өте көп уақытты алады. Сол үшін менің ойымша ең ыңғайлы тәсіл бұл подставить етуге. Просто X-ның орнына бір санды қоюға жауаптардан. Так, енді мұнда қарасақ бөлшекке 2 бөлінген X. Бізге ең ыңғайлы сандар қандай болады? Әрине бұл 2 және 1. 2-ні қойсақ бізде шығады 1, ал 1-ді қойсақ бізде шығады 2. Осы варианттарды қарастырайық. Олар келмесе, басқа варианттарды да қарастыруға болады. Так, енді 2-ні қояйық. Мұнда 1 қосу 2 бөлінген 2. Мұнда 1 бізде болады, сонда жауабы 2. Енді 2-ні 2-ке бөлеміз. 2 бөлінген 2, 1. Так, сонда мұнда бізде болады 1 қосу 1, 2 шығады. Так, 2-ні 2-ке бөлеміз. Так, сонда бізде мұнда, в общем, бізде шығады 3 минус 1, 2. Так, сонда мұнда бізде болады 2. 4-ті 2-ке бөлеміз. 4-ті 2-ке бөлсек, бізде 2 шығады. 4 қосу 2, тен болады 6. Дұрыс келеді. Негізі сіз шығара алсаңыз, шығаруға болады. Бірақ мен сразу айтып жүрмін, то что уақыты көп алады. Так, сонда бізде жауабы болады А. Келесі есепті шығарайық. Так, бірінші, мысалы, сінен бастайық. Жақшаның ішінде 6,25 минус 2,8-ді шығарайық. Так, ол үшін осылай жазайық. 625 минус 280. Осылай жазуға болады шығару үшін. Так, мұнда бізде 5 болады.
Мұнда 6, так, минус 6, 4. Сонда мұнда минус 1 болады, мұнда 5 болады. 5 минус 2, мұнда болады 3. Так, мұнда өтірді қоямыз. 3 бүтін 145. Так, енді мынау ондық бөлшекті біз бөлшек ретінде жазу керекпіз. Ол үшін біз осылай істейміз. 345-ті 100-ге бөлеміз. Мынау негізі 3 бүтін 145 олар тең болады. Так, енді оларды қысқартамыз. Мысалы 5-ке қысқартам. Бұнда 20 шығады. Так, 345-ті 5-ке бөлсек. Бұнда бізде шығады 30, 6, 45, 45-ті 5-ке бізде шығады 9. 69 бізде шығады. Так, ары қарай біз қысқарта алмаймыз. Сол үшін осылай қалдырамыз. Так, енді мәндерді көбейтеміз. 20-дан 69 көбейту 23-тен 20. Так, мынау мәндер қысқарталады. 20-20-ға қысқартамыз. Мұнда 1, 1. 69 23-ке. Так, 69 23-ке қысқарталады. Мұнда 3 шығады. Мұнда шығады 1. Сонда бізде үстінде 3 шығады. Так, енді астындағы жақшада шығарамыз. 3 бүтін 21-ден 5. Қосу 1 бүтін 3-тен 1. Ортағы бөлгіш бізде болады 21. Ол үшін 3-ті 7-ге көбейтеміз. Так, сонда бізде шығады 3 бүтін 21-ден 5 қосу 1 бүтін 21-ден 7. Оларды қосамыз. Бізде шығады 4 бүтін 12-ден, 21-ден 12. Басқа жазайын. Ол үшін 4-ті 21-ге көбейтемін. Бізде шығады 84. 84 қосу 12. Ал болады 96. 96 бөлінген 21. Ал енді осы бөлшекті 16-тан 7-ге көбейтеміз. 16 96-мен қысқартылады. Бұнда бізде болады 1. 96-ны 16-ға бөлсек, бізде шығады 6. 21 мен 7 7-ге қысқартылады. Бұнда 1 болады, бұнда 3 шығады. Сонда бізде қалады 6 бөлінген 3 болады бізде 2. Астында 2, үстінде 3. Сонда бізде болады 1 бүтін 5. 1,5. Келесі есепке көшейік. Мұнда ең алдымен бізге ортақ бөлгіш табу керек. Бірақ мұнда астындағы сандарға қарасақ, біраз күрделі сияқты. Енді не істейміз ол үшін? Ол үшін біз ондық бөлшектерді жай бөлшектерге айналдырамыз. Оны қалай істейміз? 21 бүтін 16 біз осылай жазамыз. 216 бөлінген 10. 216-ны 10-ға бөлсек, бізде шығады как раз 21 бүтін 16. Так, ал енді астында бізде болады 54 бөлінген 100. Өйткені 54-ті 100-ге бөлсек, бізде как раз шығады 0 бүтін 100-ден 54. Енді олардың арасында бөлу тұр ғой. Сол үшін біз оларды басқаша осылай жазайық. Бөлу 54 бөлінген 100. Енді сандардың орындарын ауыстырамыз. Бөлуді көбейтуге ауыстырамыз. Бізде шығады 216 бөлінген 10 көбейту 100 бөлінген 54. 10 мен 100 қысқартылады 10-ға. Так, мұнда бізде 1 болады, мұнда бізде 10 болады. 216 4-ке қысқартылады, мұнда бізде 1 болады, мұнда 54-ке бөлсек 216-ны, бізде шығады 4. Сонда бізде қалады 4, 10 мен 4. Оларды көбейтсек, бізде тең шығады 40. Сол жақта бізде болады 40. Солай жазамыз. Дәл солай 10 жақтағы бөлшекті шығарамыз. 5,8 біз 58 бөлінген 10 ретінде жаза аламыз. Астында бізде болады 29 бөлінген 100. Сонда бізде қайтадан бөлу болады. Сол үшін осылай жазамын. Бөлу 29 бөлінген 100. Көбейтуге ауыстырамын. Көбейту 29-дан 100.
Сонда 10 мен 100 қысқартылады. Мұнда 1, мұнда 10. 58 пен 29, 29-ға қысқартыла алады. Мұнда бізде болады 2, мұнда 1. Сонда 2-ні 10-ға көбейтеміз. Бізде тең шығады 20. Жалпы бізде қалады 40 минус 20. Енді міне сол жағынан 40, оң жағынан 20. Бізде тең шығады 20. Сонда жауабы бізде болады Д. Ал берілген 2 таңбалы сандағы ондықтар саны бірліктер санынан 2 есе артық. Егер он цифрлардың орындарын ауыстырсақ, онда шыққан сан алғашқы саннан 27-ге кем болады. Берілген санды табыңыз. Мынаны есте шығару үшін көп ойлау керек емес. Жай жауаптардан қараймыз. Бізге қандай бізге жауап келеді. Мысалы 21-ді қарастырайық. 21 берілген 2 таңбалы сандағы ондықтар саны бірліктер санынан 2 есе артық. Мұнда дұрыс. Вообще негізі мұнда қарасақ, мынау да келеді бізге, мынау да келеді. Міне мысалы 2 келмейді. Өйткені айтып тұр ғой, ондықтар саны бірліктер санынан 2 есе артық. Мұнда наоборот. Сол үшін бізге келмейді. Енді егер он цифрлардың орындарын ауыстырсақ, онда шыққан сан алғашқы саннан 27-ге кем болады. Сандарды ауыстырайық. 21 бізде болады 12. 21 минус 12 бізде тең болады 9. Бұл бізге келмейді. Ал енді келесін қарастырайық. 42-ні 24-ке ауыстырамыз. Сонда 42 минус 24 бізде тең шығады 18. Тоже ол да келмейді бізге. Келесі вариант бізде С вариант. 63-ті 36-ға ауыстырамыз. 63 минус 36 бізде тең шығады как раз 27. Сол үшін С жауабы дұрыс болады. Ал енді бұл бізде соңғы есеп. Цехтағы 6 жұмысшы 8 күнде тапсырманың 9-дан 4-ін орындады. Қалған тапсырманы 5 күнде орындау үшін цехқа тағы да неше жұмысшы қабылдау керек. Негізі бұл есептерде бізге бір жұмысшыны табу керек. Ол үшін біз бір жұмысшы тапсырманың 9-ын 4-ін неше күнде орындайтын екенін табуға керек. 6-ны 8-ге көбейтеміз. Бізде болады 48. Сонда цехта бір жұмысшы 48 күнде тапсырманың 9-ын 4-ін шығарады. Так, енді бір жұмысшы неше күнде тапсырманың 9-ын 1-ін шығаратын екенін табуға керек. Ал енді оны табу үшін біз 48-ді 4-ке бөлеміз. Бізде болады 12 күн. Так, енді осын тапқан соң біз осын таба аламыз. Есептің сұрағын. Так, бізде қарасақ негізі тапсырманың бізде 9-ын 5 бөлігі қалды. Осы 12 күнді 5-ке көбейтеміз. Так, енді қайталаймын. Бір жұмысшы 60 күнде жұмыстың 9-ын 5 бөлігін орындайды. Ол бір жұмысшы. Енді 5 күнде орындау үшін неше жұмысты тағы да қабылдау керек. Онда қиын емес. Біз 60-ты 5-ке бөлеміз. Сонда бізге толық 12 жұмысшы керек. 12-ні 6-ға азайтамыз. Өйткені бізде так-та уже 6 болды. Сол үшін 6-ға азайтамыз. Сонда бізге 6 жұмысшы керек. Жауабы бізде болады А. Осы видеоны көрген үшін сізге көп рахмет. Сізге шын жүректен ризамын. Кез келген сұрақтарым болса, мысалы емтихан туралы, немесе нақты бір есеп туралы сұрақ болса, маған комментарийдің астына жазыңыз. Мен сізге жауап беремін. Ал сау болыңыз.